Бәріне сәлем. Бүгін осындай керемет творожный пирог пісірдім. Бізге керегі 300 грамм ұн, 180 грамм сары май 72%, 120 грамм қант, 10 грамм разрыхлитель. Жақсылап араластырамыз. Осылай бірінші езіп алдым мен. Сосын қолмен жақсылап тұрып, осындай крошкалар болғанға дейін тестаны иіледім. Основасы осындай болады. Өте әдемі. Противенге форманы қойып дайындап аламыз. Осындай форма болса, бірден противеннің үстіне қойып жасаған дұрыс. Мен олай жасамай, кішкене қиын болып қалды. Тестаны формаға салып, біркелкі етіп, жақсылап тұрып, басып шығамын. Бұл творожный пирогта мен бортик жасамаймын. Бәрін біркелкі етіп, жайып шығамын. Осылай жақсылап басып шықтым. Енді бізге начинкаға 500 грамм творог, менде президент творогы, 180 грамм қант, ванильный сахар 10 грамм, 2 немесе 3 жұмыртқа. Мен 2 жұмыртқа қостым. Жұмыртқалар өйткені менде үлкен болды. Осындай погружной блендермен жақсылап тұрып, біркелкі етіп, осылай езіп шығамыз. Начинкасы осындай болу керек, қатты сұйық та емес, қою да емес, осындай видеодағыдай. «180 градуста қызып тұрған духовкаға мен 45-50 минуттай пісіріп алдым. Егер пирогтың ортасындағы начинка былқылдап тұратын болса, бір духовканы 110-100 градусқа қойып, аздап тағда ұстауға болады. Сонда өзі толықтай пісіп шығады. Осындай кез келген фруктылармен оформление жасауға болады. Менде киви болмады, клубника болмады. Сол бар бананмен үйдегі жақсылап әдемілеп оформление жасадым. Жасап көріңіздер сіздерде. Өте әдемі.